бір сұрақ. Сіздің досыңыз кім? Сізді жалпы достарыңыз қайда шақырады? Адамның ортасы болады, екі орта. Жақсылыққа шақыратын орта, жамандыққа шақыратын орта. Жалпы байқасаңыз, жамандыққа шақыратын жердің барлығына сіз ақша төлеп барасыз. Мысалы, казино ақша төлейсіз, түнгі клуб ақша төлейсіз, ішімдік ақша төлейсіз. Ал жақсылыққа шақыратын жер, бір сөзбен айтқанда мешіт дейікші, сіз мешітке ақша төлемейсіз. Ол жерге сіз тегін барасыз. Яғни жақсылықта ешқандай да ақша төлеп керек емес. Тегін жаттан сауап көп. Сіз қарапайым бір үлкен кісіні жолдан өткізіп жіберіңіз, сізге сауап, ол жақсылық. Бұл мысалды әшейін құстармен бітіргім келіп тұр. Қарға, қоқысқа күлге сүйрейді, бұлбұл хош иіс гүлге сүйрейді. Ойлаңыз.